Нәпсіл аммара бір үлкен тақырып, негізі бөлек бір өткен жақсы да, бір жобалап түсіндіріп өтейін қазір нәпсін. Нетіп. Жалпы нәпсіл аммара деп, нәпсінің өзінің 7 дәрежесі бар негізі. Көбінесе қазір халық арасында 3-еуін ғана айтылып өтеді, бірақ негізгі ең нәпсі аммара дейді. Нәпсінің әмірлігінде жүрген адам. Нәпс деген кезде бір орган ретінде түсінбедім, көзқараспен қарамадыңыз. Нәпс деп адамның шашынан бастап бүткіл өзінің денеміз барлығы осы нәпс болып келеді. Қазақтың тілімен айтқан кезде тұлға. Осы тұлғамыз әр уақытта жаманшылыққа итермелеп тұрады сендер. Жалқаулыққа, ананы жаса, мынаны жаса, көп ұйықта, көп жүр, көп тұр деген нәрселер. Осы нәпсті біздер негізгі не істейтін адамда ақыл. Осы нәпсті контроль жасайды ғой бізде. Түсінесіз ба? Біздің ақылымыз осы нәпсті контроль жасау керек. Осы ақыл контроль жасалған кезде біздің не? Жүрекпен байланыс болады. Жүрекпен байланады. Екеу, ақыл мен жүрек екеуі бірге жұмыс жасайды. Егер де нәпс ақылды басқарып кететін болса, мана қиял мен бейнелеуден екеуінен артық шыға алмайсыңдар. Түсінесіз бе? Нәпс әр уақытта жаманшылықты итермелеп тұрады. Мысалы келеді адамдарды қызыққан нәрселерін барлығын сен не істейсің? Нәпс сол уақытта қоздырып, ақылға нетпей, осы қиялдағы нәрсесін жүзеге асырса, қиял ақыл өзі нетпейді. Ақылды нәпс контроль жасап кетеді. Егер ақылға нәпске ақыл бағынышты болатын болса, адам бүткіл нәрсе, қиялдағы нәрсесі тек артынан, дүниенің артынан қуумен, тек өмірін тек рахатын қол жеткізумен, анаға мынаны алам деп өмірді өткізумен ғана өмірден өтеді екен адам. Біздер ақылды нәпсті контроль ете алсақ, ашуланатын жерде ашуланып өзіміздің контроль ала білсек, немесе манағыда сабыр ететін жерде сабыр ету үшін ақылымызды жұмсап, нәпсімізді тия білсек, сол уақытта адам не істейді? Ақылы сол уақытта жұмыс жасап бастайды. Естеріңізде болсын, нәпсті әр уақытта ақылға контроль етуге мұршат бермеңіздер. Қалай бердіңіз, осы қиял мен бейнелеуден адам артық жұмыс жасай алмай қалады. Бизнес саласында сонда ол адам көтеріп келеді, болды дейді, ең артынан нәпсіге беріледі. Бүкіл бизнесін бәрін соған салып жібереді уже. Құмарлық кетеді, ең артынан анау кетеді. Сол уақытта ол не үшін? Адам баласын ақылына нәпсті контроль қылған үшін ғана. Түсінікті мысалы. Сол үшін әр уақытта ақыл бұл нәпсті контроль астында, қол астында ұстап тұру керек. Қай уақытта бізде нәпсімізді контроль ұстап жүрсек, адамның жамандықтан, нелерден ақылды жұмыс жасауына, осында бизнестерді үлкен мақсаттар қоюына қол үшін жеткізеді Алла қаласа. Қарыздың қалай әсер ететінін айтып жүріңіз. Жоқ, қарыз, мана кредит, қарыз, мана сөздің басында айтып кеттім да, бізде негізгі рөліміз ойнайтын ақылдың ең бастапқы қадамы бізде ақыл мен бейнелеу. Осымыз жақсы дамыған болатын болса, кез келген саламызды дамыту оңайға соғады бізде. Плюс жағы сол. Біздер жақсы жақтан қолдану болады кез келген нәрсені. Мысалы, пышақты алып, пышақты малды да кесе болады, өзіне пайданы асырсан болады. Немесе зиян жерге қолдансан да болады. Сол сияқты қиялды да бейнелеуде де өзімізге пайда ретінде қолдана білуіміз керек. Қолдана білсек, жақсы нәтижеге жетесіңдер. Жоқ, жеткізе алмайым деп, сол уақытта ақылыңызды нәпс басқарып, осы қиялдағы бейнелеуде тек артынан қоя берсеңіз, сол артынан қуып жүре бересіз. Ананың киінгенін киініп, ананың алғанын алып, сол нәрсені істегенін істеп, сол нәрседе, соның арманына, соның қиялындағы нәрселер жүзеге асыру үшін ғана адам өмір сүріп кете береді болды. Қай уақытта ақыл нәпсті контрольға алған кезде, ары қарай уже процесс сол кезде жүріп бастайды. Процесс мынаған дейін нәпс ақылды басқарып жүрген болатын болса, мынадан аса алмайсыңдар сендер. Сондықтан мынадан аса алмайды адам. Өйткені қандай бизнес жасаса да, сол артынан тек қуып жүре береді болды. Қандай бизнес жасаса, айнаға кетеді,
дос балдар шақсы қамбы кетіп қала береді. Ана жаққа жүр баняға десе баняға барып кетіп қалады. Жүр ана жаққа барып қыдырайын десе қыдыруға кетіп қалады. Өйткені бизнес бұл жерде ақыл жүгіртетіндей мүмкіншілікті тудыртпайды нәпсі. бір не мысал келтіріп кетуге мысалы қараңыз, бәріміз білеміз да, что ыстық күнде жеу керек, жумаса кішірек та, бірақ істемейміз. Бәріміз білеміз, жаңағы ақша 10-нан 1 бөлігін сақтау керек, сақтамаймыз да. Бәріміз білеміз, спортпен айналысу керек, бірақ уақытылы істемейміз да. Енді сондай зат көп та бізде, бірақ істемейміз. Сол жаңағы айтқан осы екі жерден шықпаймыз да. Соны дальше біз ақылға алу үшін біз нәпсіні тәрбиелеу керек. Ең жаман нәрсе амал ету ғой. Сол қиналамыз да, сол үшін нәпсінің етегіне кетіп қаламыз, дұрыс па? Иә. Бесіншісі изан дейді. Изан деп жалпы жасасып қойын. Мен қазақшасын былай таба алмадым да. Арабша жазайын. Изан деп осы тұстан бастап жүрек пен ақыл бірігіп жұмыс жасайды. Осы тұста. Бірақ сонда бір ауру бар, оның бір шалдығатын ауру. Жүрек басқасын қалап тұрады, адамның көңілі басқа нәрсені қалап тұратын болса, осы жері тұсы қиындау болады. Адамның мұнафиқтық сипаттарға апарады. Мысалы, біреулер бар ғой, біз қаншама бір нәрсені айтып отырасың, ананы айтасың, мынаны айтасың, бірақ білеміз, бірақ жасай алмаймыз. Мысалы, намаз оқу керек, ораза ұстау керек, зекет беру керек, қажылық қылу керек, барлықтан айтып келеміз, бірақ алға қарай қадам жасай алмайды адам. Бірақ жүрек басқа нәрсені қалап тұратын болса, адам ақылы басқа нәрсені қалап тұратын болса, сол уақытта изам деген осы ауруға жолығады екен. Изам деген ауру емес, жалпы изам дегеніміз жүрек пен ақыл бірігіп жұмыс жасау керек осы тұста. Дисциплина. Яғни ақылында да, жүрегінде де не қалап тұр? Екеуі біріккен кезде адам іс-әрекетке көшеді. Іс-әрекетке. Бірақ сенің ойын кафе ашу, бірақ жүрегің не болатын болса, шаштараз ашу болатын болса, адам еш уақытта бірікпесе, еш уақытта қадаммен баса алмайды адам. Немесе сенің ойың мана бір юристік қызметін атқарып жүріп, бір жағынан манағандай басқа бір нәрсені қалап тұратын болса, жүрегің. Сол уақытта адам алға қарай қадам баса алмайды. Изам, жүрек пен ақыл екеуі бірге мақсат қою керек. Әр уақытта да жүрек бірге басып тұру. Сол үшін адам осы тұста көбінесе кәсіпті таңдаған кезде адамның нәпс дейді ғой, нәпс деген жаманға да бейім болады, жақсыға да бейім болады. Мысалы, адам спортқа да бейімделіп кететін адамдар болады. Таңертең барады, кеште барады, неде барады, қалмайды. Бір адамдар бар, бір нәрсеге тоқымаға әдеттеніп кетеді. Бір адамдар шахмат ойнай береді қайта. Жақсы нәрсе ғой, адам ойын дамыту, не дамыту. Яғни осы тұстағы нәрсесін, осы нәпсінің нәрсесін адам осы кезде өзінің бизнесіне айналдырса болады. Мысалы, шахматсың ба? Шахмат саласында бизнесіне неге айналдырды мана? Жүрегің мен ақылың не қалап тұр? Яғни сол екеуі бірге шығу керек қой сенде. Сен өзің ақылың басқа жақта болып, жүрегің басқа жақта жүретін болса, еш уақытта адам бір кәсіппен ары қарай жүрмейді. Осы тұста адамның таңдаудың бір жақсы нәрсесі, нәпс неге бейімделіп кеткен болатын болса, не нәрсені үнемі жасап, не нәрсені жақсы көретін болса, соны жүзеге асыруға тырысу керек. Хобби. Жақсы нәрсе ол. Ең керемет. Адамда мамандықта болмай жатырмын дейді ғой, мысалы бір адамдар. Мен кәсіп не бастайын, неден бастайын, не жасайын деген кезде адамның осы нәпсінің жақсы тұстарын қарауымыз керек. Шоқан, сен шаш қиясың да? Балалық кезден қиясың ғой, әдет мысалы. Сол кезден бастап, нәпсің не нәрсеге бейімделді, сол нәрсесін әрмен қарай дамытып, жүрекпен соны қалып, ары қарай бастап кету керек. Түсінікті ол нәпсін. Изам деген, егер жүрегі, тілі басқақта, жүрегі басқақта болатын болса, адамда тек қана не сипат дейді? Исламда айтады, мұнафиқтық сипат пайда болады дейді, осы тұста. Сен ақылың басқа, жүрегің басқа нәрсені қалап тұратын болса да. Мұнай саласында көп қатарларын қарайды, уже депрессияда жүр. Ұнамайды жұмыс. Өзінің бір мал шаруашылығын басқа заттар істегісі келеді, бірақ уже
байланып қалса ана айға қорқады. Ана ұнайтын затын істей алмай жүреді, сөйтіп пенсияға дейін жүреді. Айлыққа байланып қалады. Иә, бір айлыққа байланып қалады, миллион теңгеге, содан қорқады да қалып қоямын деп. Яғни осы изаның несінде адам қиялындағы ақылы мен жүректе екеуі бір жерден шығып тұру керек қой. Наны қалаймын, наны істейік, давай, наны жасайық деген сияқты нәрселер. Хоббиіңді кәсіпке айналдыру керек. Ең тәсілі, ең варианты сол. Жоқ, мүлдем онда бір үйден шықпаған, еш нәрсемен хоббиіңді үнемі жаман нәрселермен былғанып қалған болатын болса, енді бір нәрсе үйренуге сен уже мәжбүрсің да, басқа нәрсе. Бірақ ең алғашқы қараған кезде, осы тұста қараған кезде, жүрек пен нәпс, яғни біз енді ақыл осы уақытта ақылды басқарып келді ғой. Жаман нәрсе үйір болып кетті. Көп адамдар не үшін мобилографтар болып кеткен? Бір мобилограф, біреу видео түсіреді, біреу есімемшік әйтеуір. Үшін бәрі соткаға құмар. Соны кәсіпке айналдырады да кейбіреулер. Бірақ болады оны кәсіпке, жақсы маман ретінде ары қарай дамытсаңдар болады. Бірақ жүрек, нәпс не нәрсеге бейімделген болатын болса, соны біздер естуіміз керек. Әрмен қарай жүрекпен бірге байланыстырып білуіміз керек та сол тұста. Түсінікті? 6-шысы илтизам. Илтизам дегеніміз жалпы осы кәсіпті алып, кәсіпті бастап, жүрек екеуі бірге шығып бастаған кезде, жүзеге асып бастаған кезде, осы тұста біздер адамдар не істеу керек? Амал жасап, адамда амал деген нәрселер болады. Мысалы, көп адамдар болады, бір намаз оқимыз, ораза, мысалы, исламда мынандай нәрсе бар. Бірақ көп нәрсені уағызындаймыз, бір жерден көреміз, мағлұматтар жан-жақтан жинаймыз ғой адам. Жинап келген кезде адам сол естілген нәрсесін жүзеге асырып амал қылмайтын болса, жүзеге асырып амал қылмайды ғой. Оразасы дейді, аптасына 1-ші күн мен 4-ші күн. Я естіп пайдасын көрдік, несін көрдік, анауысын көрдік та. Бірақ адам амал қылмайтын болса, адамның орнын не билейді деген? Тәкаппарлық билеп береді деген. Тәкаппарлық билейді. Бір жерде тұрған байқайсыз ма? Мысалы, адам амал қылмас, адам амал қылып жүрсе, одан сайын оны ләззатын сезген кезде, одан сайын не білсем екен, не үйренсем екен, арға құлшынып тұрады. Мысалы, бизнес саласында жүрген адамдарды байқайсыз, мысалы, барлығын жасап келеді, істеп жүрген, жасап жүрген адамға сен мін рет айтсан да, ол тыңдап отыра береді. Үшін? Мен жаңа бір нәрсені үйренем ба, жаңа бір нәрсені түсінем ба деген сияқты. Адамда қай уақытта бір нәрсені жасамай, тек қалып қоя беретін болса, ертең жасаймын, арғын жасаймын, не жасаймын, амал ертеңге жасаймын деп жасай беретін болса, адамның жүрегі не істейді? Тәкаппарлық билейді екен. Тәкаппарлық не істейді? Бір нәрсені айтып жасай, білем ғой дейді да. Қойшы, білем ғой дейді. Жасаймын ғой дейді да. Басқа жоқ одан артық. Яғни осы тұста адам баласы істеу керек, адам жүзін іске асыру керек. Бір үйрендің, іске асырасың. Үйрендіңіз, іске асырасың. Үйрендіңіз, іске асырыңыз. Іске асыра алмадыңыз ба, адам баласы не істейді? Анандай біреулерге қасына тұрсаң, не жасау, бизнес жасау десең, көп сөйлеп кетеді қасына тұрып. Анамын деватырмын, анамын білмеймін. Бірақ шындығын артын қазбалап қарайтын болсаң, дым жоқ. Сонда көп балтабай деп сөйлеп кететін, немесе анандай жүрегінде тәкаппарлық басқан бір адамның бейнесіне айналып кетеді да, болды. Бүйтіп жатырмын, сөйтіп жатырмын, анамны қылып жатырмын деген сияқты. Сондықтан да илтизам, іске жүзеге асыру. Яғни адамда таассуб деген нәрсе болады, сипат. Таассуб деген бір сипат пайда болады, қаттылық деген. Жасаймын, істейміз ғой деп та, ертең жасаймын, арғыны жасаймын деген сияқты. 7-шісі иғтиқад. Иғтиқад дегеніміз ақада деген етістіктен шығады, жалпы бір нәрсені байлау деген. Осы қиялдап, ақыл жүргізіп, растап, оның бәрін жүрекпен бірге бәрін толқын алып келген кезде адамда не істейді? Байлайсың бәрін. Ол ақада деген байлау. Ол байлаған кезде адамда мынандай сезім болады. Мысалы, бір адамға сіз күлген кезде біреулер келеді, қонақ келеді, не келеді, бір адамдар бар. Күлген кезде бір түріне қарасаң, өтірік күліп отқан сияқты болады. Қарайсың ішінде. Осы тұста адамда иғтиқадта ықылас пайда болады екен адам жүрегінде. Ықылас. Адам ақылын жүгіртіп, бейнелетіп,
ақыл жүгіртіп жүрек онымен бірге растап оны іске асырып бастаған кезде, мына екеуі бірігіп бастаған кезде адам жүрегінде ықылас пайда болады екен. Ықылас пайда болған кезде әрбір жұмысыңды жасалған кезде ықыласпен жасайсың. С удовольствием адам. Өзін жақсы көріп жасайсың. Өйткені сен жанында рахат, жүрегіңде рахат, күнделікте жасап жүрсің, нетіп жүрсің. Осы тұста адамның ихтикат бір болған кезде, барлығы расталып келген кезде адам өзі ықыласпен жұмыс жасап бастайды. Ықылас. Күлген кезде шынайы күледі, жылаған кезде шынайы жылайды, жасаған кезде шынайы жасайды, жүзеге асырған кезде шынайы адаммен саудаласады. Ол мысалы көп адамдар бар, бизнес саласында кейбір адамдар бар, түрінен қарап отырасың, мысалы байқап отырасың. Үлкен кәсіпкерлер келсе де, мысалы кеше кім Асылбек ағаның өзінің маман екенін адам өзіне көрініп тұрады да, мысалы. Естественно, бухгалтерия саласына келген кезде кез келген адаммен уверен сөйлесіп тұр да. Неге? Сонда адамның өзіне фитри ықылас пайда болады екен. Мысалы Болатбек ағаға келген кезде бизнес саласында қатты кіріп кеткен соншалық өстіп сөйлескен кезде адам барлығын біліп отырады да, минустарын, несін. Сол сияқты адамның жанының ішкі жан дүниесінде шынайылық деген пайда болады екен, фитри сипат, шынайылық деген. Осы тұста адам жақсы құлшылық ғибадаты да шынайы болады, ғибадат жасаған ісіде де шынайы болады, шынайылық нәрселермен айналысып бастайды осы тұста барлығы. Сондықтан да қиялдан бастап осы ихтикат арасында біраз қадам бар негізі. Көресің, осы екеу адамның нәпсімен басқарса, нәпсінің қалауымен кетеміз. Мынау жетеу, төртеу адамның жүрегімен жұмыс жасалынады. Түсінікті осы тұста. Негізі кішкене жүректің тағы да манағындай қосымша ретінде аурулары бар, жүректің де. Жүректің не жақта бейім болу керек, қаяқта болу керек деген сияқты. Бірақ оның бір сабағы, үлкен сабақта ол жүректің. Жүректің нәрсе. Принцип қай кезде принцип төртте кете ма? Мысалы, кәсіпкерлер принципке жүгінеді да? Принцип мына жерде кетеді, изаның басталады, және де ары қарай кетеді. Жүрекпен ақыл бірігіп кеткен кезде басталады. Міне тәуекел изаны басталады, тәуекелден басталады. Тәуекел осы жерден, тәуекел негізі тақырыпты қозайды осы жерден. Тәуекел мына жерден басталады. Жүрекпен ақыл екеуі бірігіп бастаған кезде адам уже тәуекел жасап бастайды. Осы тұстан бастайды. Тәуекел не деген нәрселер. Ықылас, апа, ықылас мыналардың степенінен өтпей адамның жүрегінде ықылас пайда болмайды. Мына жүректе бар, мына степенінен өтпейінше, нәпсті тазаламайынша, жүректі бір бағытты жөндемейінше адам жүрегінде еш уақытта ықылас пайда болмайды. Адам несі, күндіз бойы нақта отырсын, сен бірақ нәпсін жаман нәрсе үйреніп кеткен, темекіні ойлап отырсың, қаяқта ықылас? Насып адам аяқта ойлап отырсың, мысалы. Біреу қазір қыдырам деп, аяқта басқа бір нәрсе ойлап отырсың, адамда жүрегінде ықылас пайда болмайды. Сондықтан адамның нәпсінің жүрегін осы тұста барлығын ақыл кезінде тазалау керек. Қарыз алып кәсіп бастайтындар бар. Енді жоқ, қарызда ешқандай қарыз, кредит деген нәрсе, не үшін кредит пен қарыздың екеуінің айырмашылығы не деген кезде, кредитте әр уақытта білесіңдер, пеня деген нәрсе бар. Ол қарыздан құтылуды ойламайды. Пеням өсіп кетпесін деп ойлайды. Сондықтан ол қарызды алуға болады, белгілі бір сен бизнестің аяққа тұрғанға дейін актив ретінде белгілі бір мөлшерде уақытты белгілеп барып алсаңыз болады. Бірақ мен ертең әкеліп беремін деп, бір аптадан кейін әкеліп беремін деп апарып сен бизнеске салып, оны сен бизнесін бір аптада гөрлемей апарып, не ананы алдап, не мынаны алдап, ортада былай жүрген кезде адамның ойы да лақтырып жүрген кезде, сен еш уақытта бизнесің дамымайды. Мысалы, біреуге айтып, келесі жылы берем, мен давай бизнеске салып ақша бер десең, болады жасауға. Бір жылда кішкене бір нәрсені көтеріп, аяққа тұрғызуға. Бірақ сен бизнес жасау барысында манағындай жаман қылықтан, біреуді алдаудан, біреуді арбаудан арылуымыз керек қой. Өйткені сен біреуді алдап, мына жерде бизнес жасап жүрсең, сен мына жерде тұрады, анау көріп қалмаса екен, кездесіп қалмаса. Өйткені адам сол уақытта бейнелеумен, қиял еш уақытта жұмыс жасамайды.
біреуді алдап келіп жатып мына жерде үлкен коттедж деп ойлай алмайсың ғой мысалы. Мына жерде біреуді лақтырып жоқ, мүлдем бар ғой, ол тек қана осы қиялындағы нәрсесін ғана алады болды. Сол қол жеткізу үшін мысалы оның алдында қиялдап қойды ғой. Мен ана ақшаны алсам, анандай машина аламын дейді болды. Басқа соңына қалады, ол бизнесті ойлай алмайды еш уақытта. Осы жерде мына ортаға бір сұрақ қойып жіберейін оны. Қайсысында андай не бар? Бір затты бастағыңыз келіп жүр, бірақ аяқ баспай тұр да, қорқыныш бар, тәуекелге бара алмайсыз. Иә, көбінде бар да. Осы жерде тағы бір түсіндіріп жіберсеңіз, олар тәуекелге бара алмай жатыр да, қай тұста қалып қойды? Изан да, изан. Изан да. Енді соны шығу үшін істеу керек. Енді тәуекелді манаға біріншіден кезекте нәпсті жаман қылықтан, жаман нәрселерден тазалау керек. Екінші қарыз нәрселерден. Яғни қиял мен бейнелеуге сені ойландырмайтын не нәрсе кедергі болып жатыр, соның ең бірінші солардан құтылуымыз керек қой. Болмаса біреуге қарызсың ба, звондап айт, мен келесі жылы берем, осындай нәрсе істеп жатырмын. Шынайы түрде. Біреуге ренжіттің ба, кешірім сұра. Біреуді ғайбаттап қойды ма, содан кешірім сұра. Кредитің бар ма, оны белгілі бір жоспарлап, осындай уақыттан мынандай уақытқа дейін саудам жасаймын, өйстіп аз-аздан құтыламын деген сияқты. Қой, жоспарда сызып қойсаңыз да болады да. Ол жағынан Нұрасыл ағам кішкене түзеледі. Ниетіңіз жөндесем болады. Мысалы, кредитіңіз бар, 7-3-ке осы табыс табу арқылы бірнеше айда осына құтылып тастаймын, мынандай жасап тастаймын, мынаның ақшасын беріп тастаймын сияқты. Белгілі бір жоспар сызсаңыз, изанмен жұмыс жасап ары қарай тәуекелге кетсеңіз болады. Сол бір қандай да бір іс жасауға кедергі жасайды сізге. Бір нәрсе республика демейсің, бірақ кедергі жасайды да. Сөйтіп алған қаланың айтып, досрочно жауып тастайтын возможностьтар болады. Ақша шығып болып, соны жапқаннан кейін елде не пайда болады білесің бе? Білесің, сенің пайда болады өзіңде. Не сен білесің? Любой төбені алып тастайтын бір күш пайда болады. Қазір көбісі кредиті бар, сол себептен риск ете алмайды. Қайсысы? Тұпсана илтизамда жұмыс жасайды. Тұпсана жалпы адамда изаннан өтеді ғой. Негізгі осы тұсқа келген кезде адамның негізгі бар ғой, негізі жұмыс жасайтын кезі адамның тұпсанасы екен. Адам тұпсанада, мысалы бір адам сөйлеп жатса, мысалы бір жерден бөшкеден бал ағып жатса, білесің оның ішінде мед бар екен дұрыс қой. Бір жерден ағып сүт ағып жатса, оның ішінде білесің сүт екен. Сол сияқты адамның денесіне бір нәрсе көрініс табылатын болса, мысалы бауы су шығып жатса, не шығып жатса, адамның ішкі жан дүниесін өзінің тұпсанамен жұмыс жасалынады мына жерде. Тұпсана адамды қанша несе, сол тұпсананы біздер жөндеуіміз керек қой. Осы жерде тұпсанадағы нәрсе. Өткен пайғамбар саллаллаху алейхи көптеген хадистерде айтады, мысалы бір күнәні жасыра біліңдер дейді. Мысалы бір күнә жасап қойды адам баласы, оны жасырып білу керек. Көпшіліктің алдында айтпай, нетпеу. Не үшін? Адамның осы тұпсанадағы нәрсесін оятпау үшін. Бір жерге барған кезде баяғы күнәларды еске түсіріп айтпаңдар дейді мысалы. Не үшін? Өткен осы тұпсанадағы нәрсені оятпауымыз керек. Адам тұпсананы оятқан кезде ғана сол күнәлі нәрсеге қайтадан бейімделіп кетеді баяғы нәпсіне. Сонда жасыру керек та. Баспау керек. Жоқ. Екеуі де керек апа. Біреудің күнә айыбын да жасыру керек, өзінде айыбын жасыру керек болды. Екеуі де кетеді. Интуиция деген бар, түйіс. Жолда қалай жұмыс жасайды ақылға? Білмей қалайсың да? Интуиция. Мысалы бар ғой, былай ғой, мен бірдеңе сеземін да, бірдеңе болып қалатын сияқты. Или бір шешім сен ақыл. Оны жүректен етеді аға. Илхам деген нәрсе бар, адамда жүрек, илхам деген нәрселер бар. Илхам деген мана айтты ғой, жүректі басау. Негізі осы жерге кірместен алдын жүректің бірнеше дәрежесі бар. Адамда мынандай нәрсе бар.
пайғамбар хадисінде келеді, бір пайғамбар үйіне түнге қарай шығып қайтадан келген кезде Айша анамыз шашын ұстайды ғой, су емес па су ма деген сияқты болып. Сол кезде пайғамбар не істейді, Айша, сені шайтан ба азғырды ма дейді, жынды азғырды ма дейді. Сондай Аллахтың нешісі, әрбір адамда шайтан жын болады ма дейді. Әлбетте адамның ішкі жан дүниесінде жақсылыққа итермелеп тұратын және жақсылыққа итермелеп тұратын бір періште, жақсылыққа қарай итермелеп тұратын бір шайтан болады деген, жын болады деген. Сондай Аллахтың сенде де бар ма деген кезде, иә менде де бар, бірақ менікіне мұсылман болды деген. Яғни адамның денесінде, адам ішкі жан дүниесінде айтылып тұратын нәрсе әр уақытта жүректе дыбыс беріп тұратын не бар? Жақсылыққа үндеп тұратын періштелер бар, интуиция періштелер болады ол. Ол жүректің темасына кіреді. Жалпы адамның әр уақытта жүректе итермелеп тұрады. Сен қанша алып, кредит алып, жаман нәрселерге бар, адамның жүрегі еш уақытта сол нәрсе айтып тұрады. Сен қойшы, болды ғой. Ішпеші, қаламай тұрған нәрсесі болады, итермелеп тұрады сен әр уақытта. Жақсылыққа жасап тұрсан, әр уақытта жаман жаққа итермелеп тұратын сен бар. Жын бар, итермелеп тұрады. Ол адамның ішкі жан дүниесіне, ол жүрекке қарай, жүректің темаларына кіреді. Осы интуиция. Осы тұстан барады. Үлкен сабақ ол жақсы. Бірақ жүректі негізі білу керек та, кімге, неге. Изандама, мана мұнафиқтық сипат бар. Мұнафиқ. Мұнафиқтық сипат деп аталады. Екіжүзділік осы тұста пайда болады адам. Яғни жүрегің басқа, тілін басқа жақта сөйлеп тұратын болса. Исламда ақида саласында да айтады, адамның тілімен жүрекпен бекіту дейді. Нелерді айтады? Не үшін бізде жүрекпен тілмен екеуін бекітуіміз керек? Бізде тілмен айтсақ жеткілікті емес па, жүрекпен айтудың қажеті не дейді ғой? Тілмен айтып жүрекпен сенбейтін болатын болса, адам мұнафиқ болады. Мұнафиқ. Бірақ тілмен айтпай жүрекпен сенетін болса, ол адамның шайтанның бейнесі дейді. Шайтанда Алланың бар екенін біледі, пайғамбардың бар екенін біледі, жәннаттың тозақтың білетін бәрін біледі. Бірақ не істейді? Жүректің бәрі сенеді, бірақ тілмен мойындамайды. Адам жүрегіне тәкаппар берілген кезде, сонда не етеді, мойындамау. Сондықтан екеуін бірге алып жүру керек, екеуін байланыстыру керек. Ақыл мен жүрек әр уақытта бірге болу керек. Бұл барлығы белгілі бір деңгейде айтылады. Ол қандай кезде мақсаттан өткен мақсат болған дейді адамда. Адам мақсатқа жеткен дейді, ана бар этаптан өткен дейді, жазып айтылады. Енді сұрақ менің қасымда тұспалым командада жігіттер мақсаты жоқ, және де мынада өте алмайтынды көріп отырмын, шешіп отырмын. Мен сол қасында тұспалым болғасын, бауырым болғасын, жаным жеді ол. Мақсат айтылмайсыз да, сол қалай бір-екі сөзбен айтуға болады? Мынандай нәрселер бар да, мана бірінші айттым, осы қиялмен бейнелеуден осы ақылға ары қарай шығу үшін адамда мақсат болу керек дедім. Мақсат міндетті түрде болу керек. Бірақ енді кәсіп тапқан кезде ең бірінші кішкене шет жағасын түсіндіріп өттім. Нәпс, жалпы араб тілінің нелер, тәуелділік деген бір кішкене сабақ бар да, тәуелділік. Бұны бізде өттік жақсы. Адам бір нәрсеге тәуелді болатын болса, содан ажыраудың жолдары бар. Мысалы, біреу нашақорға, біреу игроманияға, біреу нәрселерге ажыраудың жолдары бар да, өзінің 5 қадамы бар. Соның ішінде жақсылықтың несі бар да, жақсылыққа бейімделген адам, тәуелділік. Осы адамның нәпсісінде тәуелділік болатын болса, дос баланың араласып жүрген бала спортқа шығар мүмкін. Телефон көп шыққын ма мүмкін, телефон жағынан не бар? Соны шешетін, немесе саудаға шығар, біреуге қарым-қатынас, немесе сөзге шешендігі шығар. Осы тұстарды жақсы қасиеттер болатын болса, сол тұстары кәсіппен бірінші үндеуге тастайсыз. Жоқ, ол кеше ғана есін жиып жатыр, кеше ғана осы бәр нәрсені қойды нете десе, онда бір өзіңіз қасында отырып, бір кәсіпке итермелесеңіз болады. Өзіңіз бұрыннан бір балалық кезде қызыққан нәрселерге, нәпсі не нәрсеге бейім болған, сол кезде ғана неге қызығып жүр,
сол нәрсеге итермелеген жақсы да. Өйткені мана айтқандай изанда оның ойы басқа жақта, жүрегі басқа жақта болатын болса, адам бір кәсіппен айналысу өте қиын. Ол біліп тұр барлығын жасағысы келіп тұр, бірақ жасамайды да. Ол маған айтады да, сен иммунитет бар ғой, тәуекелдікке риск жасай берсің, сен наберет риск тәуекелдікке дейді да басқа. Ал менде ондай жоқ дейді да. Өзін неше біледі осы есептейді басқа. Мынандай нәрсе бар да, кішкене ол анандайлар кеше кім өлімді жайында бір жақсы Ерлан бауырымыз сабақ түсіндірді ғой. Бір кішкене сол жағына мотивация беріп жіберсеңіз, өлім күнделікті кетіп барды. Бір екіншісінде мынандай нәрсе бар, адамда бір мұқтаждық болмаса, ешбір нәрсеге қадамға бармайды. Мысалы, адам жүрегінде сен денсаулығының қадірін қай уақытта білесің? Ауырған кезде біледі адам. Ауырған кезде ғана сен Алладан сұрай аласың. Бұлай да сұрайтын шығармыз, Аллахым денсаулығымыз аман бол, анау мынау деп бұлай жай ғана айтатын шығармыз күнделікті. Аллахым денсаулығым бер, денсаулығым аман бол, не болайық деп. Бірақ сен уже ауырған кезде қолын жайып тұрып сұралсаң, орны бөлек те болады да башы. Сол сияқты адамда бірінші не істеу керек? Мұқтаждығын ояту керек. Мұқтаждық керек та. Сосын мұқтаждық болғаннан кейін өзі әрекет етіп кетеді, ары қарай. Кетеді сразу. Осы жерде бір-екі құрал айтсам бола ма? Жалпы біз енді коучтарды оқытамыз, біздің өзгер академияда. Енді бірнеше құрал бар, сол мұқтаждықты оятатын мынандай құралдар бар. Біріншіден жаңағы, егер де ода ынтасы болмаса еш затқа, жаңағы өте жақсы кеңестер айтады. Одан бөлек міне үшіншісі бар, ақыл жүгірту да. Осы кезде міне қиял бар да. Бізде былай деп болады да. Мысалы, жанат деп қояйықшы. Жанат жаңағыдай кішкене тәуекелге жоқ. Жанатпен отырып сөйлесуге ата, міне. Жанат қара, бізде А нүктеде қазір мынандаймыз, мобилді ойлаймыз, ананы білеміз да. Окей. Енді міне Б нүкте давай. Бір жыл өтті дей қойып. Осыған қиялмен барайықшы, бір жыл өтті. Давай представим, что бәрі жақсы, Алла тағала біздің жолымызды ашып қойды. Бәрі керемет сенің ойыңнан шықты. Біз қиялмен оның сапарға алып барамыз да, бір жыл өтті, давай, бір жылдан кейін кездесіп отырып, бізде бәрі жақсы, қандай жағдай сенде болып жатыр деген сұрақ қойсаң, не сұрақ қой ғой, ақыл жүгіртесің да, яғни үстіне отырады да. Желательно екі күн сөйлескен жақса, басқа адам болмайды. Сол кезде ол келеді, менде анау деген сияқты, уже ананы алдым деген сияқты, ол уже Б нүктесін айтады қиялмен да. Вот оған сен айтып отқан жоқсың, сен мынаны қала, мынаны ол ішінде құндылығын айтып отыр да. И сол құндылыққа қарай уже кішкене ода жаңа мотивация дейді ғой, жаңа өзі қалауы оянып бастайды да. Оянып бастайды. И сол кезде соны мақсат қылып алуға болады да. Жаңағы қалаған Б нүктесіне, ал давай енді соған жету үшін біз не істесек болады? Сен не істейсің? Қандай амалдар жасайсың? И жайлап сол амалдарды жазып бастайды. И одан бөлек тағы бір құрал бар, жалпы өзіме өтті ол. Мен мысалы Жаңа өзенде жүрген 23-тегі жігіттің да сол кезде. Былай, орысша көп білмейміз. Сөйтіп екі жеңешем сөйлеп жүріп, жаңағыдай бір шетелге апарып кеткен компаниямен. Сол кезде мен әлемім кәдімгідей күрт өзгерді. Сол сияқты бұл адамды да бір андай шараларға апарсаң, осындай тағы бүкіл біреудің сөзі өтіп кеткен да, сол кезде бір жүрек ашылады да. И сол сияқты менде де сондай болды да, Киевке бардым, 40 000 адам, ана жерде мықты жаңағыдай табысты адамдар сөйлегенде, менде бір жүрегімде мынандай әлем бар екен ғой, менде осындай болғым келеді деген сияқты бір арман өмір кітап оқымайтын 2 рет өтпей қалғанмен бардым да 15 кітап сатып алдым. Соны жайлап күнде оқып, әріпте оқып бастадым басында. Оқып жайлап оказывается ашылады екен. Словарный запасым да өседі екен да. Сөйтіп маған өткені жаңағы екінші құрал айтып отқан жетістік журналы, Бодо Шефердің журналы ол үлкен қалың журнал успеха да, жетістік журналы. И сол жерде мынандай өмірімде болған жетістіктерімді жазым дейді да. Там садиктен бастап, мысалы, туылғаннан бастап дейді, жүріп бастадым. Енді бөлек бес алғаным бар, есімде бір сандықта жаңағы тақпақ айтып тұр. Первый снег пушистый, в воздухе кружится и на землю тихо падает, ложится здесь. Соны мақта, соны келіп жазып, бәрін жазым өз жетістіктерімді да. Сөйттім да, ол да өмірге деген бір кішкене талпынысташа. Одан кейін өмірдікін жас болғаннан кейін бір 20, 50, 100 ба көп жазған сайын жақсы. И ары қарай тұрақты күнде 5-7
өзің жазасың. Нәпсіңді тәрбиелеп бастайсың. Қалай? Ерте тұрдым. Күнде жаңа мамаң айтып жүрген люстраның лампочкасы 8 лампочкадан 2 лампочка қалды, саған айтты ауыстыршы, жаңа ауыстыршы деп жүрген затты бардым да ауыстырып тастадым базардан алып. Сосын мен шиқырлап жатқан есікті майдап жібердім. Соның бәрі кішкентай жетістік қой. Кішкентай жетістіктерді біз нәпсіңді жеңу арқылы элементарный кішкентай хотя бы жағы ыдыс аяғын жуып тастадым. Тағы не тісімді бір күн жуамын, бір күн жумайтын едім, бүгін жудым деген сияқты Құран бір бет оқыдым. Сондай мелкий заттар 5 жетістікті күнде жазатын болсам, мен 9 ай жаздым. Ана 2 жыл өтпей қалып бойымда бірнеше ана блоктар болды да, менде қорқыныштар. Соның барлығы жайлап ашылды. Өзіме деген сенімділік артты да. Бірақ онымен жұмыстану керек. Бірақ мен де байқадым, бір жүгіріп бастадым ғой өзіне білесіз ғой. Иә. Сол кезде күнде жасайтын жүгірдім, мысалы ұйқыдан тұрдым, намазын оқыдым, жүгірдім, брусья алғанда барлығы жетістік негізінде. Оны біз мән бермейміз жетістікке. Машина алғанда, үй алғанда негізі жаза беру керек екен сол жетістіктерді, кішкентай жетістіктер. Олар кішкентай жетістіктер үлкен жетістікке алып барады. Майда тастасақ та, бірақ тау жасап береді. Соны жазуды әдеткен болсақ, олар біздің сенімділігімізге жаңа айтып отырған досымыздың қандай да бір сенімсіздігі болса, оны сенімділігін арттыру оқымыз. Иә, мына жерде ақыл жүгірту, адам ең қиыны өзімен жұмыс жасау қиын екен да, сұрақ қоймаймыз. Ақыл айтуға жақсымыз, бірақ именно өзімізбен жұмыс жасау қиын. Сондықтан бұл жерде коучинг саласы бар, адам тану ғылымы ғой. Қазір біз сода оқытып жатырмыз. Ол бойынша да сұрақтарыңыз болса, хабарлассаңыз болады. Зона комфорта ғой мына жерде тұрған сендердің. Зона комфорты былай шығып кету керек та, қиялмен бейнелеуден. Шығып кетсеңдер, ары қарай ақылды жүгірту керек та, бұл ақылды жұмыс жасату керек. Мен не істеп жүрмін, қайда баратым, қайда келатым. Ақылдың негізгі сұрағы бар, күнделікті мазалап жүретін. Мен не істеп жүрмін, мен қайдан келдім, мен қайда баратым деген. Ол балалық кезден бері қойылатын сұрақтар, барлықтарын білетін шығарсың. Қойылатын бе еді онда? Мен не істеп жүрмін, қайда, неғып жүрмін, мына деген сияқты. Не істеп жүрмін? Осы сұрақтың жауабын үнемі іздейтін екен осы ақыл. Үнемі ізденеді. Осының жауабын тауып үшін манағындай өзің автоматически ақылға сұрақтар қоясың. Онда сен келесі жылы бүйтесің, келесі жылы бизнес ашасың, андай болады, машинам болады, үйім болады деген сияқты. Сұрақтарыңыз бар ма? Мысалы, адам өшіп жатады ғой. Өшіп жатқан кезде көре алмайтын адамдарды қалай қабылдамауға болады? Андай нәрсе бар. Адамның ойында, жалпы ойында 3 нәрсе бар. Өмірінде үнемі сенің қасында жүреді. Бір адам бір нәрсе сұраса да соны ойлайсың, үшеуін. Біреу кетіре берейін да. Ол жақсы сұрақ қой негізі. Біліп алсам қысқаша жауап берем. Бірақ хадиспен немен айтып берген жақсы да. Бірінші, адамда ең бірінші жаман ой келеді екен. Бұл табиғатынан. Ешбір адам бір нәрсе келіп саған бір сұрақ қойса, адам еш уақытта жақсы ойлап ойбай, не деп беріле салмайды. Ол әр уақытта жаман ойлайды. Бұл Аллах Тағаланың бізге беріп қойған бір нығметі деп түсінсе болады. Не үшін? Адамға сен әр уақытта жақсы ойлап жүретін болсаң, осы уақытқа дейін алданып жүре бересің. Сол үшін алданбау үшін Аллах Тағала бірінші несі жаман ойлауды берген. Бірақ біздің адам бұл өмірде келген кезде жаманды не істеу керек? Жақсылыққа алмастыруымыз керек. Жақсы ойлау. Не үшін бір жерден құлап қалды ма? Анау мас екен, ішіп алды екен емес. Қайта анау аяғы ауырып жүрген жоқ па, не етіп жүрген жоқ па деген сияқты. Жақсы ойға алмастырып білу керек та. Түсінікті ғой? Жақсы ой. көшеде отырған кезде жақсы жерлерге салмайтын арабша ауыстырған саған өлім тиді. Пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллям қоя береді, саған айтады. Бұны Айша анамыз ашып алып жаңағы. Сен мен Аллахқа қаласың дейді, аңыз түсіне қалып алмасқа жай-жай. Құспен жауап берді. Ол да болады. Жаман ой келген кезде жақсылыққа қарай бейімделіп тұру керек, жақсылыққа қарай итермелеп тұру керек. Түсінікті ғой? Жақсылыққа кету керек. Жақсы. Екіншісі болжам. Болжам или жорамал дейін ма, қалай айтсам болады? Болжам немесе жорамал дейікші. Адамда мынандай нәрселер келеді. Бір бизнесте жүрмей қалатын болса, бір нәрсе істемей қалса, мен ананы істемей қалдым. Анақа садақа. Қазақта да бар, бір жерін ауырып қалса,
больницаға бармайды, ана әулиелердің бәрін аралап келеді да, ең артынан неге барады? Больницаға барады, асқынып масқынып барған кезде. Адамда бізде жорамал деген нәрсе бар. Мен ана жаққа садақа бермей қалдым, ананың басын сипамын, ана деп болып бір өзінің ісін жамандылыққа өзі итермелеп жатады. Байқайсың ба? Ол кез келген табиғи сипат ол. Арабтарда болған, көшеге сапарға шығайын деп жатса, жолда құстар тұрса ұшырып жібереді. Оң жаққа ұшатын болса құстар, жолға шығатын болған, сол жаққа қарай ұшып кететін болса, жолға шықпай қалатын болған. Мысалы, қазақта да жүретінбіз, алдынан қарамыз өтіп кетсе бітті. Мен бүгін жолым болмайды, үйге қарай кіріп кетемін дейсің. Адам сондай бір неге өзінің тағдырын болжамға итермелеп бастайды да. Ол табиғи құбылыс, ол адам, кез келген адамның бойында бар нәрсе. Бірақ одан құтылудың тек қана бірақ жолы тәуекел. Тәуекел деген нәрсе, яғни тәуекел жасаған кезде белгілі бір себептерін жасап келіп, Аллах Тағалаға тәуекел ету. Түсінікті ғой? Тәуекел ету. Бұл нәрседен құтылудың жолы тек тәуекел болды. Аллаға тапсырасың, болды. Басқа ештеңе жоқ онан. Шешілмей. Онан құтылудың жолы, яғни осы үшін біздер сынаққа келіп отырмыз ғой. Жаман ойлаған кезде жақсылыққа. Қара, енді сіздің тақырыбыңызға келдім. Үшіншісі хасад. Хасад деген қызғаншақ. Ол көреалмаушылық, тіпті өзінің туған баланың, екі балам болатын болса, екеуі бір-бірлерін қызғанып жүреді. Ол табиғи құбылыс. Адамның еш уақытта қызғаншақтық сипат еш уақытта кетпейді. Ол менде де бар, ол сізде де бар, ол малда бар, нақта да бар, бауырың бәрінде де бар қызғаншақты сипат. Тіпті менің туған ағамда да бар, туған қарындасымда да бар. Оған жасыратын жоқ. Аллах Тағала бізге беріп қойған табиғатынан. Бұл хасадты. Бірақ хасадтан қалай құтыламыз деген кезде пайғамбар саллаллаху алейхи бір хадисі бар жақсында. Бауырына дұға қыл дейді. Егер солған болған нәсіп болған нәрселерді, мысалы қолында қол жеткізген біреу машина алып отыр досын, соған досының машина алып отқан қызғасың, қызғанасың елі. Сонда қызғаныш ұяласа, сол досына берекені арттыра көр деп дұға қыл дейді. Егер сондай машина сен қалайтын болса дейді. Түсіндік ме? Соны басқа адамға тілеу, сол нәрсені тілеу, сол нәрсеге қарсы дұға жасау, сол адамға жынның келген хасадты қызғанған адамды нету, дұға қылу, бұл хасадты жояды екен. Сондықтан осы нәрсені бізде тек қана дұға қылумен ана осы қасиеттен ажыраймыз екен. Аспен ұрған аспен. Осы үш сипат: жаман ойлау, болжау, жорамал, хасад келген кезде осы тек біреуін тәуекелмен, біреу жаман ой келсе жақсылық ойлаумен, хасад келсе қызғаншақтық сипат келетін болса, оған тек сол адамға, қызғаншақ саған білдірген адамға немесе қызғанған адамға қарсы дұға қылу, жақсы дұға қылу. Нәпсіге мысалы қазір айта алмаймыз, бұл не шығады, сіздің тәрбиелеуге сәйкестікті, сол нәпсіні қалай тәрбиелеу? Нәпсі бар ғой, нәпсі бір кейінгі тақырып қойайық. Жүрекпен негізі нәпсті былай біліп алсаңыз, бүгін ақылды біліп алдыңыз, негізі ақылды басынан бірінші өткенін жақсы көріп, ақылдың степендерін біліп алдыңыз, қиялды біліп алдыңыз, не біліп алдыңыз. Бірақ нәпсті, жүректі тәрбиелеген кезде үлкен бір тақырып, бір қысқаша былай ауызбен айта салатын нәрсе емес. Аш болып жүр, не етіп жүр деп былай айта салу мүмкін. Бірақ бір-бірлерімен байланыстырып түсіндіріп білсе, ол болады. Мен сізге нәпсті жақсылап тұрып түсіндіріп берейін. Маркетология саласы. Маркетингті меңгергіңіз келсе, Гүлмираға хабарласыңыз, Бақытпен байланыстырады. Жаңағы Бақыт деген бір арамызда мықты маркетолог бар, Алматыдан көп оқып не болғанда. Бүгін менің қасымда да оқып жатыр да бүгін. Сол айтады да, мен сөйлесемін, біз екеуміз обсуждаемыз. Кәсіпкерлікті тағы да сияқты бір кісіге адамдар бар ма екен айтып, іште жігіттер айтып көреді, егер не қылса мен бесплатно келіп сабақ берейін. Сіз негізге кіргізсеңіз. Бұйырса енді хабарласың бізге. Сұрағыз. Менікі да былай. Мен өзімізге
сотруднигім бар да менің Мгм. классында істейтін адам бар. Ол ер адам. Бірақ мынандай жағдай болып тұрды да бізде бірге жұмыс істеп келе жатырмыз. Бірақ мен оларды ешқашан менің жұмысшым деп қабылдағандығымды қабылдамаймын да, иә. Менің планым басқа, біз команда ретінде жұмыс жасап жатырмыз. Бірақ ол адам нақты біледі соны. Қазір енді бір жағдайға түсіп жүр, сол сырттан бірдеңе ойластырып, өзіменен жасап кеткісі келіп сондай болды. Бірақ оны маған тіке айтпайды, мен сырттан естимін оны. Ол екінші рет қайтып келген кезде қазір маған. Ол осыдан 2 жыл бұрын кетіп қалып, екеуміз бірге бастаған кезде кетіп қалып кете бер деген. Мен содан қайтып келгенде менде 6-7 айдан кейін қайтадан сол қылықты бастапты да. Сол адамға менің семьясы бар ғой, бір адам ортамызда сіз семьясы бар ғой, өзің звондай қоямын, сен звондашыш, әйел адамсың ғой дейді да маған. Өзің звондамын, ер адам жұмысын жасай алмай уже далада қалып қойып дегенсің, мен звондап шақырып алғанмын. Мен 7 айдан кейін маған сол қылықты қайтадан бастапты да анада. Мен қаншалық оған түсіндірсем де, вроде үндемей, алдында осы 4-5 күндікте бір естіп сөйлескенбіз екеуміз да, сол кезде ойлаймын, ұққан үндемей қалды. Енді оған атасы клиенттер келеді екенде, вот сенде сенің қолың алтын, сен не істеп жүрсің мына жерде, сен басқа жерге барып ашсың, сенде сөйтіп 3 адам жалдады, саған бәрі келеді деп айтады дейді да. Ішіндегі адамдар естіп отыр, бірге жасап жүрген адамдар сөйтіп ананы бір клиент сөйтіп өтіп кетеді да. Енді мен біліп жүрмін ғой, сондай адамдардың несінен ойы бұзылып жүр. Бірақ енді мен ол адамды қуып кет деп айтайын десем, кет деп та, құдайдан да қорқамын да. И тәкаппарлық болып кетпей ма деп та, мен типа өзімше болып кеттім мына дегенде да. Жалпы мынада мен білмеймін, өзім жалпы станатым да мынандай нәрсе. Біз бұл бәріміз сынаққа келдік, уақытша келдік, бәрі нәрсе болды. Енді мына сахабалар отырады да, бірнеше сахабалар. Сонда пайғамбар жанына келіп, иякум имна деп бірнеше рет қайталайды да. Сахабалар таңғалады. Имна дегеніміз араб тілінде негізгі сөз тіркесі, яғни бір жерге шақырылмаған жерге бару араб тілінде имна деген сөз екен да. Сахабалар таңғалады, Аллахтың елшісі, біз ондай шақырылмаған жерге бармаймыз ғой дейді да. Бізге несін айтып отырсың деген сияқты. Ол мағынасы не деген кезде пайғамбар салам былай деп жауап берді. Имна деген сөз негізі мағынасын ауыстырады. Имна деген сөз біреу сендерге жақсылық қылса, жақсылықпен қайтаруын, біреу сендерге жамандық қылса, жамандықпен қайтаруын, кейін қарай жамандықпен қайтаруын. Бұл араб тілінде имна деген сөз екен. Осы нәрседен сақтаныңдар деген екен да. Енді біреу сендерге зұлымдық қылса, одан сайын ерегесіп, одан сайын тосты лақтырып, біреу жағынан ұстатса, одан сайын сен жағанмен онымен арпаласып қырылысу, бұл имна екен араб тілінде. Осы нәрседен сақтаныңдар дейді. Сахабалар бұнда біз не істейміз дейді. Сосын сахабалар пайғамбар не істейді? Сендерге біреу жақсылық жасаса, жақсылықпен қайтарыңдар деген. Біреу сендерге жамандық қылса, жамандық әрмен қарай өршіп кетпеу үшін тосқаулы болыңдар дейді, болды. Енді ол жерде тосқаулы бол деген кезде, енді соған әрмен қарай, мысалы бір адам ұрлық жасап отқанын көресіз, сен барып, ұрлық жасап жатсың деп барып жар салып неткен кезде, ол бәрі екінші жаққа барып кетеді, ол екінші жерден ұрлайды, одан кетсе ана жаққа ұрлайды. Одан да соның жасалынып жатқан жұмысын тоқтату керек та, ұрлық алдын алу дейді. Мысалы барған кезде, бізде мына жақта салфетка ма алып жүр ме, күнде бір нәрсе ұрлап жүр ме, сол нәрсені сұрайсың, мына жер азайып қалып жатыр, не қалып жатыр деген сияқты. Яғни ұялтып, нетіп деген сияқты бір-екі қадамдар жасау керек тоқтату үшін да. Яғни әрмен қарай өршіп кетпеу үшін. Сол кезде ғана кішкене адам жөнделеді. Сол сияқты кішкене өзім ойланып, отырып, басқа бір кішкене психология жағынан тоқтату жолдарын қараған жақсы да. Тарсылып, ұрысып, күресіп кеткеннен гөрі. Жалпы есіңізде болсын, бизнес деген ол живой организмда ешқашан тұрмайды. Адам келеді. Бірақ біз барымызша оларды ұстап қалу үшін, ол да адам ғой, оның да белгілі бір қалауы бар, сіздің де қалауыңыз бар. Соны ұйқастыру үшін адамша онымен сөйлесу керек. Вообще бизнестің стратегиясы, мақсаты болу керек та, құндылығы керек. Вообще цели, замысыл деген ниет қой. Сосын идеальная картина, вообще қай жаққа бара жатсың. Соның барлығын компанияға айту керек. И егер де сіз адамша ол адаммен күнде
жақсы байланыс болса сыйлап жаңағыдай бірге жаңағыдай компанияның жиналысында күнде апта сайын бір жиналыс жасап бір сыйлайтын болсаң ол адам ешқайда кетпейді егер де осы жерде жақсы табыс болса. Кетсе кеткені де жақсы. Ол көбі деген андай ғой, сізден мына жақта жасап, ол толық картинаны көріп тұрған жоқ, ол қиын екенін түсінбей жатыр да. Бизнесте ол финанс бар, HR бар, ОТК бар, PR бар, тағы да басқа маркетинг бар деген сияқты. Ол тек өндірісте жақсы масштаб жасайын деп, ол ар жаққа барғанда көптеген проблемалар төнеледі де, қайтып келеді ол ертең. Қайтып келмесе сөйтіп басқа біреудің несінде жүреді. Ол нормально, ол келеді кетеді. Просто сіз енді ондай болмас үшін жақсы сізде политика болу керек қой. Келгенде жұмысқа адамдар бір жақсы, бірінші қате неден кетеді? Біз дейтін найм воронкамен адамды аламыз жұмысқа, біз конкретно қандай адам керектігін біз алдын ала білуіміз. Одан кейін жол жүрсіз жасалады. И сол кезде сіз командаға айтып қоясыз, мысалы 3 массажистқа 4-ші салатса, сізде этика болу керек та, келген адамды құрметтеу. Мә супер келдіңіз деп танысып, сол күні обедке апарып бәрімізді танысып, адамша егер де қарым-қатынас болса, ол шақ кетпейді. Даже ана массажный столигіне әрқайсысы бір кішігірім подарок или өзіңіз бір не подарок беріп, сондай бір жақсы қарым-қатынас болса, конверт болса, болсын біздің жұмысқа жалпы шамаладан келмейтін біздің команда мықты деген сияқты командный духты ояту керек қой. Алматыда бар ғой, Алматыда кәсіпкерлер осыны қатты қолданады. Айлығы аз, бірақ ана жерде аурасы мықты ғой. Сол үшін жүреді да, мына жұмысқа келгенде демалады да олар. Ал үйге барғанда жаңағы тірліктері бар да. Сондай аура жасауға жалпы кәсіпкер тырысу керек. Өзінің командасында жақсы, егер де мықты қарым-қатынас жақсы аура болса, жақсы. Ал ол үшін біз система түсінікті болу керек. Политика компания деген болады да, вообще не болады бізде? Не болмайды, не желательно да. Соның барлығы жұмысқа алынғанда түсіндірілсе, жақсы болады да. Мен ол кішкене бизнес жағынан жоқ па апа айтшы. Бірақ менің өзімнің ойым, мақсатым, қойған алдыма қойған барын бәрін мен жаңағы біреуді тұлға қыл дейді ғой, біреу тұлға қыла алмайды, потому что оның өзіне ішінен шығып тұрған зат. Мен ішін жұмысшыларымның бәрі соны жақсы біледі, соған қарай жұмысым. Мен олардан жас істеп отырған затым өзі айтылу керек қой, бірақ мен олардан тек қана, оны айтты ғой, неден центр, массажный центр. Мен тек олардан тек қолы керек маған болды. Мен түсінбей қалдым. Анау өзі бір мысалы бір массажист бәрін үміттейді кетейік, өзін жасайды деген сияқты ма ма? Түсінбей қалдым. Ол да бар. Ол да бар. Например, мен клиент кетіп қалып, бізде клиент внезапно келе береді. Внезапно жазыла береді да. И сол кезде аналар деген, слушай, обедші отырамыз ба? Бір-екі шайымызды ішіп қой, ала береміз, жүр, ала береміз десе, неміз бар, ал сағат 2-ден 12-ден 2-ге дейін демалмайсыңдар ма? Сендер не сонша өліп деп үгіттейді. Қасындар массажистер да, ол бір жасап жүрді. Өзінің бірақ жанағындай да. Ал енді ол адамға айтса, мен ол адамға айтсам, сен енді сөйлестік қой, не істеп та, сен егер кеткің келсе, кете беремін, соны айтқан жоқпын. Но осы уақытқа дейін 5 жылдың ішінде мен саған жинап берген клиенттің бәрін телефон менің көзімше өшіріп тастайтын да, өшіріп таста, и шығып кеткен да. И қайттан бастаймын, мен құсап қайттан. Потому что мен за каждого человека $3 төлеп, мен сендердің алдарына кетіп жатырмын оны. Олардың оған шығындар шықты. Бізде табыс пополам. Таза табыстарым алып кетеді, шығынның бәрін. Жауап беріңдер, түсіндім. Жалпы сізде система жоқтығы көрініп тұр компанияда. Сізде амос сәйремде қалу керек қой барлық. Сізде администраторда бәрі дамы болу керек. Ал өзінде кеткені кетеді, ол адамды сен ұстай алмайсың. Айттым ғой, келеді кетеді. Скатерті дорога жіберіңіз ондайдан. Сосын қараңыз, сіздің жаңағы политика, замысыл вообще компанияда болмағандықтан осындай не болады да, вообще компанияның мақсаты болу керек, идеологиясы болу керек, этика болу керек, политика, бірнеше документация бар, соларды сіз жасамай, оларға түсіндірмей, олармен жұмыс жасамай, олар ешқашан сіздің жағдайыңыз жасамайды. Одан бөлек жаңағы адамдарға былай ғой, ең қиын нәрсе командада жүйе болмай, жаңа адам алып келсең, бара-бара мына адамдар соларға еріп кетеді. Ана қойшы, рұқсат қояды дейді. И мынау да сондай бар. Кешігіп бастайды, бірге кафеге барады, сіз жамандайды. И сөйтіп жүреді ол. Ең жақсы амалы ол жерде, мысалы
төрт нашар адам бар, төртеуін де шығарып жібересіз, жаңадан командаласыз. Болды, басқа вариант жоқ. Мысалы, ең жаман шығарып тастайсың, мыналар по-любому уланған, жүрегінде дақ бар. Басқасын алып келесің, мынаны да қойды да. Ол жерде тек біз HR сабағын өттік қой, командадан жоқ қыласың барлығын. Командамен жоқ қыласың да, егер де барлығы нашар болса. Егер де не болмаса, жүйе болмай тұрып, жаңадан адам алып келсең, олай команданың бәрін алып тастап, жаңадан бастайсыз. И жаңадан келген адамда олар сізді мә жүйелі компания екен деп түсінеді да, сіз жүйені енгізгенде. Ал сіз баяғы жүйесі жасаған адамға түсіндірсеңіз, қойшы, бір апта, екі апта келеді да, қояды, қалады дейді да, сізді аяғыңыздан кері тартып жүреді да. Сондай бір нелер бар бизнестің құралдарда, ол ақиқат, оны жасамасаңыз, солай баяғы ұрыс берсіз. Былай істеуге болмайды, мысалы, өзі жақсы жағынан ойлап кішкене жұмыстануға. Қалай? Өзі іштей жақсы, мысалы, іштен өзі жаман нәрсені ойлап отыр ғой, іштей жақсы нәрсе ойлап жақсартуға болады ғой. Енді ол мышленияға да байланысты, бір ғана уланған команда, ол өзгермейді, ол өзгерту қиын. Лучше жаңадан алып өзгерту. Жоқ, команда уланып тұрған жоқ. Жалпы айтқанда жақсы жағынан сіз жақсы жағынан ойлап көрсеңіз, сол адамнан құтылуыңыз, енді тестеніп етіп көру керек қой, жаңағы адамнан құтылған жақсы. Жалпы егер де сізді кері тартып жүрген болса, ол адам жіберу. Сосын системаға кішкене кірісу керек, системаға кірісу керек. Бірақ біздің темамыз ауқып барады, кешіресіздер. Уақыт алмай, сұрақтар болса қояйық, 9 10 минут қалды, 10 минут сұрақ, сосын Сұрақтар бар ма? Жоқ па? Жоқ болса, онда Қажекеңе бір қошемет рахмет. жалпы нарықта деген осындай болса діни сауаты бар, осындай ұстаздар бізге өте қажет, сондықтан осындай тренингтер көп жүргізуіміз керек. Қалмаңыз, қатысыңыз, алдағы уақытта бұйырса тағы да манағы жүрек деп жатыр, нәпсі деп жатыр.